Баршаңызға сәлем, сіздермен әдеттегідей даму KZ арнасы ашық сабақтарда қолдануға болатын қаңқызды топқа бөлу әдісі. Сіздерге осы әдістің жасалу жолын қазір көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен өзімізге осындай көрнекіліктерді принтерден шығарып алатын боламыз. Одан кейін оны әр бөлікке осылай бөліп шығамыз. Дайын болған бөліктерімізді ламинатор пленкасына дәлдей отырып, жанынан 2 мм орын қалдырып, барлығын ретімен орналастырып шығамыз. Ыстық ламинаторымызға салып алғаннан кейін, осы әр бөлікке бөліп шығамыз. Сосын шетінен 2 мм орын қалдырып, барлық көрнекіліктерді осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Одан кейін енді ортасына сіздер осында братсыды қолдана аласыздар. Егер братсы болмаса, жіппен жасауға болады. Немесе осындай темір түрін пайдалансаңыздар болады. Оның ортасын мен осындай тескішпен тестім. Қанаттарын біріктіріп, ортасынан дәлдей отырып, тесіп аласыздар. Одан кейін ортасын осы братсы кіретіндей тесік жасайсыздар. Одан кейін барлықтарын біріктіріп, қанаттарын бір-біріне біріктіріп, қаңқызының өзіне осылай братсыны өткізесіздер. Одан кейін артқы жағын осылай іліп қоясыздар. Одан кейін осында темір түрін жасауға да болады. Ол да дәл осы сияқты. Мінекей біздің топқа бөлу көрнекілігіміз дайын болды. Сабақта оқушылар әр қаңқызын ала отырып, бірінші, екінші, үшінші және төртінші топқа бөлінеді. Оқушыларға өте қызықты топқа бөліну әдісі. Сабақтарыңызда қолданып көріңіздер. Видеоны аса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.